Так, келесі сұрақ, енді қазіргі ата-аналардың жіберетін үш қателігі қандай? Біріншіден, қазір көбейіп кеткен осы нәрсе, балаға ата-ана тарапынан гиперопека, яғни шамадан тыс көңіл бөлушілік. Сондай болған жағдайда, немесе керісінше гипоопека, шамадан тыс көңіл бөлмеу. Соның салдарынан да балада сөйлеу тілінің дамуы кешеуілдейді. Бірінші қателік ата-аналардан, екінші қателік дер кезінде тиісті маманға жүгінбеу. Өйткені көбісі кеш жүгініп жатады, күтіп жүреді мектепке барған. Одан кейінгі үшінші қателігіміз, мысалға біздің ауданда деп айтайын, енді қалаларда ондай болмауы мүмкін. Ата-аналарда кішкене сауаттылық аздау. Бәрі емес, бірақ бәріне сөзім тиіп кетпесін. Бәрі емес, көбісінде азда